Табиғаттың тамаша туындысы саналатын Бурабай сырға толы көркем мекен. Көгілдір көгілдері мен биік шыңдары, ақиық аңыздары мен бай тарих арқылы бұл өлке талай ұрпақты тамсандырып келеді. Сіздердің назарларыңызға әр тауы аңыз, әр көлі тарих, әр тасында сыр жатқан, табиғаттың көркем шежіресі болған Сырлы мекен атты жобамызды ұсынамыз. Бұл жобамыздың мақсаты қазақ даласының інжу маржаны, Бурабай өлкесінің көз тартар көріністерін, сырға толы аңыздарын, тарихи және мәдени құндылықтарын кеңінен насихаттау мақсатында арналған танымдық жоба. Бурабайды өз шығармаларында арқау еткен ақын жазушыларымыз Ілияс Жансүгіров, Сәбит Мұқанов, Сәкен Сейфуллин, тағы да басқа қаламгерлердің туындыларымен қоса Бурабай табиғаты сұлу, киелі мекен ретінде ерекше бейнеленген ән мен кино өнерінде қалай көрініс тапқанын бірге ашамыз. Жалпы айтқанда, Бурабайдың географиясынан бастап, оның шоқы-шоқы тауларына, мөлдір көлдеріне, ғасырлар бойғы аңыздары мен батырлық тарихына жеке-жеке тоқталамыз. Құрметті достар, табиғат пен тарихты, туған өлкені тануға қызығатын баршаңызды Сырлы мекен жобасын тамашалауға шақырамыз. Бурабайдың тылсым сырларын бірге ашайық.